Ассалаумалейкум достар, сіздерді Рамазан айымен құттықтаймын. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Бүгін осындай өте оңай мохито дайындайтын боламыз. Маралмен бірге болыңыздар. Ең алдымен бір лимон мен бір лаймды жақсылап бөліп аламыз. Сонан соң жарты бөлігін ашимыз, қабығынан ажыратып. Бірінші лимонның жарты бөлігін ашимыз, сонан соң лаймның жарты бөлігін ашып, қалған жарты бөлігін жіңішкелеп тураймыз. Қабығынан ашылған лимон мен лаймның да қалған жарты бөлігін турап, ішіндегі дәнектерін алып тастаймыз. Миятамызды жапырақтарынан ажыратамыз. Ыдысымызға миятаның жапырақтарын, лимон мен лаймның ашылған бөліктерін саламыз. Сәл ғана спрайттан құямыз және осы массаны жақсылап блендерден өткіземіз. Барлығын сүзгіштен сүзіп аламыз. Міне осындай болады. Ыдысымызға лимонымызды, лаймымызды және миятаның жапырақтарын салып, үстінен жаңадегі массамызды құйып, спрайттан құямыз. Өте оңай жасалатын және қол жетімді заттардан тұратын мохитомыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде оразаның күнінде жасап көріңіздер. Маралмен бірге болғандарыңызға рахмет. Лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.